12 кітапшасынан сүйкімді бала әңгімесін ұсынамын. Сүйкімді бала. Асыл әже қолына сөмкесін ұстап, таяғын таянып дүкенге келді. Кезек күткендердің соңына келіп тұрды. Кезегін келгесін сатушыға: «Қарағым, егі келе алма», деді. Сөмкеге салып жатқанда бір алма домалап еденге түсіп кетті. Артында тұрған қыз балаға: «Айна алайын, алма мида әпере қойшы», деді әжей. Бірақ ол естімеген кісіше басы қайқайып, мұрны таңқиып, селқос тұра берді. Осы кезде арт жақтағы сөмке асынған кішкентай бір бала келіп, жерден алманы алып: «Әже, сөмкеңіздің аузын ашыңыз», деді. Алманы сөмкесіне салып берді. Асыл әже: «Көп жаса, бақытты бол, сен жақсы бала екенсің», деп алғысын айтып риза болды. Тұрғандар кішкентай баланың іс-әрекетіне сүйсініп тұрды. Ал құлағына алтын сырға тағып, әдемі киінген қыз балаға жақтырмай қарады.